канун Нового года полиция Алматы переведена на усиление. Более 3000 полицейских круглосуточно охраняют правопорядок в городе. Увеличено количество патрульных нарядов, уплотнены маршруты несения службы, привлечены к пешему патрулированию военнослужащие Национальной гвардии. На особом контроле места массового скопления граждан и локации проведения культурно-зрелищных мероприятий. В мегаполисе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции. Провел его начальник департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Арстангани Запаров. Қаламызда қылмысқа жол бермеу, қоғамдық тәртіпті сақтау, көшедегі жол қауіпсіздігінің жай-күйі сіздердің жедел әрекет етулеріңізге және нәтижелі жұмыстарыңызға тікелей байланысты. Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтау және азаматтармен сыпайы әрі ілтипатты қарым-қатынаста болу полиция қызметкерлерінің басты міндеті. Барлық жеке құрамды қоғамдық тәртіпті қалыптастыру, ел тыныштығын қорғау жолында қажырлы еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Әрдайым анттарыңызға адал болып, ел қорғаны деген атаққа абыройлы қызмет ете беріңіздер. Полицейских, имеющих высокие показатели в служебной деятельности и по праву считающиеся профессионалами своего дела, глава ДП Алматы наградил грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками. Кроме того, во время строевого осмотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств, что в совокупности влияет на качество обеспечения правопорядка в городе.